Сонымен Жаңаөзеннен Ақтауға келе жатқанда жүргізушіміз біздің Қазақстанның басқа жағынан келгенімізді, жергілікті халықтан тіліміздің айырмашылығын айтып күлдіріп отырды. Ақтауға келгенде қай көлікке отырсақ та ақжарқын жақсы адамдар кезікті. Гүлмира замандасымыз жалдап қойған пәтердің терезесінен теңіз көрініп тұр. Көрем деп армандап келген адамға шет-шегі жоқ, күнге құбылып сан түске өзгеріп толқып жатқан көрініс. Орналасып алған соң теңіз жағасына бардық. Ғажайып теңізді тамашалап катермен серуендегіміз келген еді. Күн желді болғандықтан жағалаудан тамашаладық та сан мәрте суретке түстік. Кешке қарай жел тынышталып, катермен серуендеуге мүмкіндік туды. Катердегі әжелердің, менің де көңіл күйіміз өте көтеріңкі болды. Бірігіп әнді айттық, қызара батып бара жатқан әдемі кешті де тамашаладық. Бұл күн қандай жанға жайлы тамаша болды десеңші. Келесі күнді жоспар бойынша Маңғыстау жеріне аяқ басқан адам міндетті түрде тамашалауға баратын үлкен шар тәрізді тастар жатқан алқапқа бару еді. Шаршап, рахатты сезіне алмаймыз-ау деп, одан бас тарттық та өлкелік музейге баруды жөн көрдік. Әбіш Кекілбаев атындағы өлкетану мұражайына барып едік. Өкінішке орай демалыс күніне тап келдік. Дәл жанында Хабиболла Сыдиықов атындағы орталық кітапхана бар екен. Өте әдемі, жарық, кең, заманауи талаппен салынғаны көрініп тұр. Бізді кітапхана қызметкері Гүлшат Мырзабайқызы жылы қарсы алып, кітапхананың тыныс тіршілігімен қысқаша таныстырды. Хабиболла Сыдиықовқа арналған жеке кабинет бар екен. Сол жерде қазақтың біртуар азаматы, Маңғыстау өңірі ғана емес, бүкіл қазақ мақтаныш еткендей еңбек сіңірген филолог, ғалым, зерттеуші, ақын Хабиболла Сыдиықов туралы көп мәліметпен бізді кітапхана қызметкері Аманжол Серікұлы таныстырды. Қазақтың тағы да біртуар азаматымен танысып, разы болдық. Ғалым атындағы кабинеттің естелік кітапшасына Тұма әжелер академиясының атынан қолтаңба қалдырдық та кітапхана қызметкерлерімен естелік суретке түстік. Аманжолды алқадағы Санжарымызға ұқсатып тұрсақ, Санжарды танимын дегенде күнде көріп жүрген баладай жақын тартып қалдық. Оған тамақтанатын жерге такси шақырып беруін сұрадық. Қызықтың көкесі Бозжыра мейманханасына келгенде болды. Алыстан келген қонақтар деп жолақымызды Аманжол баламыз төлеп қойыпты. Риза болып, жан-жақтан жақсы тілектер жаудырдық. Бозжыра мейманханасы ұлттық нақыштағы дизайны мен ұлттық тағамдарының дәмділігімен рахаттандырды. Маңғаз, Маңғыстау елі маған ұнады. Туған жеріме мүлде ұқсамайтын табиғатының ерекшелігімен, қай жерге барсақ та ана тілінде қарсы алғандығымен, адамдарының ақ жарқындығымен де менде жақсы көзқарас қалыптастырды. Құшақ жая қарсы алған Маңғыстау елін, толқып жатқан теңізді қимай-қимай қоштастық. Осы сапарға барып қайтуға күш-қуат берген Аллаға сансыз шүкір. Жолымызды оңғарып, желеп-жебеп жатқан Бекет ата рухына бағыштаған зияратымыз қабыл болсын. Араласып жүрген ортамнан қалдырмай, рұқсатын берген отағасым Жәкеңе және мені үнемі қолдап отыратын бала-шағама, сапарлас болған Тұма әжелеріме, ұйымдастырушы Нұргүлсім ханымға, сапарымыздың сәтті болу үшін бар жағдайды жасаған Гүлмира мен Абдрахман замандасыма ризашылығымды білдіремін. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын.
Госпитин Сагаев!